Мен Темірхан Ернұр. Қызылорда облысы Жалғаш ауданындағы номер 31 мектеп гимназиясының 7-ші А сынып оқушысымын. Биыл Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 75 жыл. Сол бір қанды соғыстың алғы шептерінде отан үшін шайқасқандардың қатарында әжемнің әкесі Құттыбаев Әбдіхалық атам да бар еді. Атам 1912 жылы Жалағаш ауданының Мақпалкөл колхозына дүниеге келеді. Еңбек жолы 1920 жылы бастаған атам колхоздың мал шаруашылығы саласында ерен еңбегі үшін 1940 жылдың тамыз айында Москвада өткен бүкілодақтық ауыл шаруашылығы көрмесіне қатысып, мақтау қағазымен марапатталады. 1942 жылы армия қатарына шақырылып, 1032 артиллерия полкының 5-ші батареясының құрамына алынады. Курс тоғасындағы шайқасқа қатысып, ауыр жарақат алады. Әскери госпитальда бомбалау кезінде отбасын жоғалтқан украин жігітімен танысып, дос болады. 1943 жылы комиссия шешімімен әскери міндетін атқаруға жарамсыз деп танылып, бірінші топтағы мүгедек болып елге қайтарылады. Отбасынан айырылған жанына жаралған украин досын өзімен бірге елге әкеліп, соғыс аяқтап, еліне қайтқанша отбасының мүшесіне қамқор болады. Ауыл халқы атамды колхоз басшысы етіп сайлап, сол жұмысты 1950 жылға дейін абыроймен атқарады. 1950-1964 жылдары мал шаруашылығын өркендетуге елеулі үлес қосады. 1964-1978 жылдары совхозда жылқы бағып судан зейнетке шығады. Атамның Ұлы Отан соғысындағы ерліктері мен өмірдегі еңбегі елеусіз қалған жоқ. 1945 жылы еңбек даңқы медалімен, 1950 жылы Қазақ ССР жоғарғы кеңесі грамотасымен марапатталады. Бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысының орденімен, КСР қарулы күштерінің 60-70 жылдығы медальдарымен, Ұлы Отан соғысындағы Германияны жеңгені үшін медалімен, Ұлы Отан соғысының жеңісіне 40, 50, 60 жылдығы медальдарымен наградталады. 2016 жылда Мақпалкөл ауылындағы көшелердің бірі атамның есімімен аталатын болды. Ардақты атам мен Күнғаным әжем отбасында бір ұл екі қыз тәрбиелеп өсіріп, 20 немере сүйді. Атам балалары мен немерелеріне Асқар таудай қадірлі әке, қазынауды қамқор ата бола білді. Атамыздың өмірі біздер үшін өшпес үлгі өнеге. Отан үшін отқа түскен атамның ұрпағы болғанымды мақтан етемін. Сіздердің ерліктеріңіз ешқашанда ұмытылмайды.